Bir sahaba kelip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi: "Ey Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet günü kaçan bulat?" O bizning de qazekinlerin köpsünün wayımı osu go. Kıyamet kaçan bulat, kıyamet kaçan bulat depse wayım. Erteң bulat dese bir, bugün bir narsa istep dayındalатын adam bolsa, sen kaçan bulat ne alasın? Senin kıyametin kazi kep kalığı mümkün. Bükülüne gelmeydi, sağan ölüm kese oldu, senin kıyametin başsaldı go. Sen dayındala bersi, sağan 2030'da gelet dese 2029'ga şin bası kuup sodan keyin öyle bolup ketem dep otursun ba? Sağan bugün kep kalığı da mümkün kıyamet günü. Кейбір адамдардың уайымы ғой, қиямет қашан болады, қиямет қашан болады. Қарасаңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не dedi? Ол пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан сұрап отыр, қиямет қашан болады деп. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Сен ол күнге не дайындадың?" дейді. Оған өзіне сұрақ қойды. "Сен ол күнге не дайындадың?" дейді. Сонда ана сахаба айтады: "Рас айтайын, ешқандай дайындығым жоқ. Бірақ менің жүрегімде Алла мен оның елшісі бар" деп айтады. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Senin cennetке kiruğine осы екеуі жеткілікті болады" дейді. Кімнің жүрегінде кім бар? Senin жүрегінде кім бар? Қияметте сонымен бірге боласың дейді. Қияметте өңке әртістермен, жұлдыздармен, қазіргі кәрәтістермен Құдай ұрып, оянып тұрмайық қияметтің күнінде.